Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Мінекей біз бүгін Toyota орталығындамыз. Бүгін мінекей осы Toyota орталығындағы жүрілген автокөліктерге шолу жүргізетін боламыз. Жалпы автокөліктің жағдайы қалай, бағасын бәрін сіздермен бірге білетін боламыз. Кеттік. Мінекей достар, алдарыңызда көріп отқан темір тұлпар ол Toyota Camry 55 автокөлігі. Автокөліктің жиынтығы R2, R2, яғни бағасы 9 миллион 300, қозғалтқыш көлемі 2.5, қорабы автомат, жүріп өткен қашықтығы 51 мың. Мінекей автокөлікті айнала кузовын көріп шығайық. Мінекей парктроник, линзованный оптика, шеткі айналарында поворотник. Мінекей мынандай тас тиген жүрілген автокөлік болғасын, ол барлық жүрілген автокөлікте ондай тас тиген, сырылған жерлер болады. Мінекей жалпы автокөлік жаман емес, бір көзге. Ары қарай кеттік. Мінекей ары қарай бізде Toyota Camry 70. 70-тің бағасы 14 миллион 700. Жиынтығы полный. Қозғалтқыш көлемі 2.5, қорабы автомат, жүріп өткен қашықтығы 21 мың. Автокөлікте ешқандай ақау байқалмайды. Мінекей сыртына бір шолу жүргізейік. Мінекей достар, алдарыңызда Toyota Camry 45. 45-тің бағасы 6 миллион 800 екен. Жылы 2011, жүріп өткен қашықтығы 105 мың 048 миль. Тұтынатын отыны бензин, қозғалтқыш көлемі 2.4 дейді. Мінекей құралған елі Америка екен. 45-тің жағдайы жаман емес. Автокөліктің кузовы болсын, мінекей таза. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай автокөлік таза екен. Ары қарай бізде Toyota Camry 55. Тің сұрап тұрған бағасы 11 миллион 600. Мінекей жылы 2017, қозғалтқыш көлемі 2.5, бензин. Дәл осы 55-ті алуыңыз үшін бір айда несиеге алатын болсаңыз 179 мың 135 тиын төлеп тұруыңыз керек болады. Мінекей ары қарай бізде Toyota Camry 70. 70-тің бағасы 14 миллион 700. Жылы 2019, жүріп өткен қашықтығы 27 мың, қозғалтқыш көлемі 2.5. Ары қарай бізде тағы да 70. Бағалары бірдей, барлығының жиынтығы болсын. Мінекей мына 70-тің, бұл 70-тің құралған елі, қателеспесем, Америка. Мінекей бұл 70-тің бағасы 13 миллион 100. Жылы 2019, жүріп өткен қашықтығы небәрі 6 мың. Мінекей ары қарай 14 миллион 700 бағасы. Мынау ақ Toyota Camry'дің бағасы тағы да 14 миллион 700. Яғни достар, бұлардың ортақ бағасы сол 14 миллион 500.
Ары қарай бізде Toyota RAV4 кроссовері. RAV4-тің бағасы 6 миллион 500, жүрілген қашықтығы 156 мың, бағасы жылы 2006, қолданатын отыны бензин, қозғалтқыш көлемі 2 куб, қорабы автомат. Мінекей. Ары қарай бізде Kia Sorento. Kia Sorento'ның бағасы 8 миллион 200, жылы 2014, жүрілген қашықтығы 109.992, қозғалтқыш көлемі 2.4, қорабы автомат, тұтынатын отыны бензин. Ары қарай бізде тағы да Toyota RAV4. Бұл RAV4-дің бағасы 7 миллион 800 теңгені құрайды. Жылы 2011, жүрілген қашықтығы 118 мың, тұтынатын отыны бензин, қозғалтқыш көлемі 2 куб, қорабы автомат. Мінекей. Дәл осы автокөлікті несиеге алам десеңіз, ай сайын 120 мың 453 тиын төлеп тұруыңызға тура келеді. Мінекей. Автокөліктің сыртқы жағдайы кузовының мінекей таза. Мынандай кішігірім сырылған жерлер болмаса, автокөлік жалпы кузов жағынан таза. Майысқан жерді байқап тұрмыз. Тағы да бір. Бұл енді жүрілген автокөлік болғасын, ондай кішігірім сырылған жерлер болады. Ары қарай бізде Mitsubishi Outlander. Outlander'дың бағасы 6 миллион 500 теңгені құрайды. Жылы 2013, қозғалтқыш көлемі 2 куб, жүріп өткен қашықтығы 185 мың, қорабы автомат. Мінекей. Outlander. Outlander'дың сыртына бір көз жүгіртіп өтсек, салоны мата екен. Бір көзбен қарағанда ешқандай да бір ақаулар, минустар автокөлікте байқалмайды. Мінекей. Өздеріңіз көріп отқандай. Ары қарай кеттік. Бұл бізде Toyota RAV4 автокөлігі. Тағы да автокөліктің бағасы 9 миллион 700 теңгені құрайды. Жылы 2013, жүріп өткен қашықтығы 55.900, қозғалтқыш көлемі 2 куб, қорабы автомат. Мінекей. Жетегі полный. Автокөлік 55 мың километр жүрген. Мінекей. Қарасаңыздар, бамперде сырылған жерлер бар. Жалпы кузовқа көз жүгіртіп өтсек, мінекей. Автокөлік таза. Ары қарай бізде жол талғамайтын автокөлік Toyota Land Cruiser Prado. Мінекей. Бұл Prado 15 миллион 800 теңге сұрап тұр екен. Жылы 2015, жүріп өткен қашықтығы 128 мың, қозғалтқыш көлемі 2.7, тұтынатын отыны бензин.
Радоның жағдайы жақсы екен жалпы. Ары қарай бізде Toyota Hilux пикабы. Пикаптың бағасы 10 миллион 500. Жылы 2014. Тұтынатын отыны газ, бензин, қозғалтқыш көлемі 2.7. Жетегі полный. Ары қарай бізде микроавтобус Volkswagen Caravelle. Бағасы 5 миллион. Жылы 2007. Жүріп өткен қашықтығы 214 мың. Тұтынатын отыны бензин. Қозғалтқыш көлемі 2.7. Ары қарай бізде кроссовер Honda CR-V. Honda CR-V'дің бағасын көрсек 5 миллион 400. Жылы 2008. Жүріп өткен қашықтығы 175.814 километр. Отыны бензин. Қозғалтқыш көлемі 2.4. Қорабы автомат. Жетегі полный. Сырттай шолу жүргізейік. Кузовына 16-лық доңғалақтарда тұр автокөлік. Жазғы. Автокөліктің сыртқы келбеті. Ары қарай бізде Toyota Camry 50. Бұл Toyota орталығы бола қалсын. Бұл жерде әрине Toyotалар өте көптеп кездеседі. Бұл 50-дің бағасы 9 миллион. Жылы 2013. Жүріп өткен қашықтығы 165.400 километр. Отыны бензин. Қозғалтқыш көлемі 2.5. Қорабы автомат. Салоны мата. Яғни автокөлік базовый комплектацияда. Ары қарай бізде тағы да 70. Бұл 70-тің бағасы 14 миллион 500. Жиынтығы полный. Қозғалтқыш көлемі 2.5. Жылы 2018 екен. Мынау 70 өзінің егесін тауыпты. Ары қарай. Бізде ары қарай Chevrolet Aveo автокөлігі. Так. Aveo'ның бағасын қарасақ. Aveo'ның бағасы 3 миллион 200. Түсі күміс түсті. Жылы 2014. Жүріп өткен қашықтығы 170 мың. Қолданатын отыны бензин. Қозғалтқыш көлемі 1.6 екен. Aveo. Дәл осы автокөлікті мінгіңіз келсе, бір айда айлығыңыздан бөлек 64.502 теңге тауып тұруыңыз керек. Aveo'ны сыртқы кузовын қарап шығайық. Бір шолу жүргізіп. Парктрониктары бар екен. Жалпы кузовы таза, ешқандай сырылған жерлері жоқ. Ары қарай оның қасында тұрған автокөлік бұл Toyota Yaris автокөлігі. Автокөліктің бағасы 3 миллион 200. Жылы 2007. Жүріп өткен қашықтығы 244.300. Қозғалтқыш көлемі 1.3. Коробкасы автомат. Жетегі алдыңғы передний привод яғни. Бұл алдарыңызда Toyota Land Cruiser 200 автокөлігі. Автокөлікке
баға әлі қойылмапты. Мінекей. Жай ғана көзбен сырттай шолу жүргізіп өтейік. Автокөлікте бесключевой доступ. Мінекей салоны. Салоны мата. Құралған елі араб. Автокөліктің бампер мен кузовтың түсі сәйкес келмейді. Мінекей. Сіздер дәл осы Toyota Land Cruiser 200-ге қанша баға берер едіңіздер? Соны комментарияға қалдырып кетсеңіздер, ал біз ары қарай кеттік. Мінекей достар, біз бүгін сіздермен Toyota орталығындағы жүрілген автокөліктерге көз жүгіртіп өттік. Барша сұрақтарыңыз бойынша комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Егер де сіздер несиеге тексерілген сенімді автокөлік алғыларыңыз келсе, ссылкадағы номерге хабарласуларыңызды сұраймын. Лайк басыңыздар, біздің каналға жазылыңыздар. Біз алда тағы да осындай шоулар жүргізетін боламыз. Баршаңызға рахмет, баршаңызға сәттілік.